Қазақстан әлемдегі ең үлкен мемлекеттердің бірі, бірақ бұл ел туралы көп адам біле бермейтін таңғаларлық деректер бар. Мысалы, Қазақстаннан ғарышқа алғашқы адам ұшты, ал оның аумағында әлемге әйгілі тарихи құндылықтар табылды. Бүгін біз Қазақстан туралы сіз білмеген 10 фактіні көрсетеміз. Соңында дейін көріңіз, ең қызықтысы соңында. 10-шы факт: Қазақстан әлемдегі ең үлкен теңізге шыға алмайтын мемлекет. Қазақстанның аумағы өте үлкен және жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орында орналасқан. Бірақ осындай алып мемлекет болса да, оның дүниежүзілік мұхитқа тікелей шығатын жолы жоқ. Соған қарамастан, Қазақстан әлемдегі теңізге шыға алмайтын ең ірі мемлекет болып саналады. Елдің аумағы Франция, Германия және Испания сияқты бірнеше еуропалық мемлекеттің аумағынан да үлкен. Қазақстан халықаралық сауда үшін темір жолдар мен көршілес мемлекеттердің порттарын пайдаланады. 9-шы факт: Қазақстанда сөйлейтіндердің көбі бірнеше тіл біледі. Қазақстан көп ұлтты мемлекет болғандықтан, мұнда бірнеше тіл қатар қолданылады. Көптеген қазақстандықтар қазақ және орыс тілдерін еркін сөйлейді. Сонымен қатар жастар арасында ағылшын тілін меңгергендердің саны артып келеді. Кейбір адамдар 3 немесе тіпті 4 тілде сөйлей алады. Бұл жағдай қазақстандықтарға шетелде оқу мен жұмыс істеуге қосымша мүмкіндік береді. 8-ші факт: Байқоңыр әлемдегі алғашқы ғарыш айлағы. Байқоңыр ғарыш айлағы әлемдегі ең танымал ғарыш орталықтарының бірі. Дәл осы жерден 1961 жылы Юрий Гагарин адамзат тарихында алғаш рет ғарышқа ұшты. Бұл оқиға бүкіл әлемді таңғалдырды және жаңа ғарыш дәуірінің басталуына себеп болды. Байқоңырдан кейін жүздеген ғарыш кемелері мен спутниктер ұшырылды. Бүгінде бұл нысан әлемдегі ең маңызды ғарыш айлақтарының бірі болып саналады. 7-ші факт: Қазақстанда қызғалдақтың отаны орналасқан. Көпшілік қызғалдақты Нидерландпен байланыстырады. Бірақ ғалымдардың пікірінше, қызғалдақтың көптеген жабайы түрлері алғаш рет Қазақстан аумағында пайда болған. Әсіресе оңтүстік өңірлер мен Тянь-Шань тауларының етегінде қызғалдақтың ерекше түрлері өседі. Кейін бұл гүлдер басқа елдерге таралып, әлемге танымал болды. 6-шы факт: Қазақстанда әлемдегі ең ұзын құрлық шекараларының бірі бар. Қазақстан мен Ресей арасындағы шекараның ұзындығы шамамен 7600 шақырымнан асады. Бұл әлемдегі ең ұзын құрлық шекараларының бірі болып саналады. Егер осы шекараны көлікпен жүріп өтемін десеңіз, оған бірнеше күн қажет болады. Мұндай ұзын шекара екі ел арасындағы сауда мен экономикалық байланыстардың дамуына үлкен әсер етеді. 5-ші факт: Қазақстанда әнұран күн сайын орындалады. Қазақстанның мемлекеттік әнұраны ел өмірінде ерекше орын алады. Ол мектептерде, ресми іс-шараларда және ұлттық мерекелерде жиі орындалады. Көптеген азаматтар әнұранның сөздерін жатқа біледі. Әнұран халықтың бірлігі мен патриоттық рухын көрсететін маңызды мемлекеттік рәміздердің бірі саналады. Сондықтан әрбір қазақстандық үшін оның маңызы зор. 4-ші факт: Медеу әлемге әйгілі мұз айдыны. Алматы қаласының маңында орналасқан Медеу мұз айдыны әлемге танымал спорт нысандарының бірі болып табылады. Ол теңіз деңгейінен шамамен 1700 метр биіктікте орналасқан. Мұнда көптеген халықаралық жарыстар өткізіліп, ондаған әлемдік рекордтар орнатылған. Әдемі таулар мен қоршалған бұл жер туристер арасында да өте танымал. Бүгінде Медеу Алматының басты көрікті орындарының бірі болып саналады. 3-ші факт: Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Қазақстан көп ұлтты мемлекет ретінде бүкіл әлемге белгілі. Мұнда 100-ден астам ұлт пен этнос өкілдері өмір сүреді. Олардың қатарында қазақтар, орыстар, өзбектер, ұйғырлар, татарлар, немістер және басқа да халықтар бар. Әр ұлт өз мәдениетін, дәстүрін және тілін сақтап келеді. Осындай алуан түрлілік Қазақстан мәдениетін ерекше етеді. 2-ші факт: Қазақстан аумағында ежелгі алтын адам табылған. 1969 жылы Алматы облысындағы Есік қорғанынан ерекше тарихи олжа табылды. Кейін ол бүкіл әлемге алтын адам деген атаумен танылды. Оның киімі мыңдаған алтын әшекейлермен безендірілген болатын. Ғалымдардың пікірінше, бұл сақ дәуірінде өмір сүрген жас жауынгер болған. Қазіргі таңда алтын адам Қазақстанның ең танымал ұлттық символдарының бірі болып саналады. 1-ші факт: Қазақстан көлемі бойынша әлемде 9-шы орында. Қазақстан жер көлемі бойынша әлемдегі 9-шы ең үлкен мемлекет болып табылады. Оның аумағы шамамен 2.700.000 шаршы шақырымды құрайды. Елдің табиғаты өте әртүрлі. Мұнда шөлдер, далалар, ормандар, көлдер және биік таулар бар. Батыстан шығысқа дейінгі қашықтық 3000 шақырымнан асады. Осындай үлкен аумақ Қазақстанды әлемдегі ең ерекше мемлекеттердің біріне айналдырды. Осындай қызықты фактілерінің қайсысы сізді ең қатты таңғалдырды? Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Егер осындай қызықты топ 10 видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.
Бұл бізге жаңа әрі сапалы видеолар шығаруға көмектеседі. Келесі видеода тағы да қызықты деректермен кездескенше.